Баршаңызға сәлем. Соңғы жылдары Солтүстік Корея сыртқы әлемге ақырындап ашылып, туристерді қабылдай бастағанына қарамастан, ол жерде қарапайым адамдар қалай тұрып жатқанын хабарымыз жоқтың қасы. Шетелдіктерге жергілікті халықпен араласып құраласуға тыйым салынған. Оларға елді жақсы жағынан ғана танытатын нәрселерді көрсетеді. Мысалы, үлгілі 1-2 мектепті қайта көрсете береді. Орташа статистикалық Солтүстік Кореялық оқушы туралы ақпарат алу мүмкін емес деуге болады. Біз шынайы жағдайды анықтауға тырысып, саяхатшылардың блогтарын, деректі фильмдерді, қашқындардың айтып бергендерін, журналистер мен фотографтардың Солтүстік Кореяға жасаған саяхаттары туралы ресми есептемелерін зерделеп шықтық. Солтүстік Кореяда мектептік білім баланы 4 жастан бастап беруге болатын дайындық сыныбынан басталады. Бірақ тек 1 жыл 5 жастан 6 жасқа дейін міндетті болып саналады және бастауыш мектептің бір бөлігі болып табылады. Солтүстік Кореялық мектептерде оқушылар 12 жыл оқиды. Негіз ретінде 1950 жылдары кеңестік оқыту жүйесі алынған. Бірақ 2012 жылы заманауи қажеттіліктерді өтеу үшін орта білім жүйесіне реформа жүргізілді. Қазір балалар бастауыш сыныпта 6 жыл, орта сыныпта 3 жыл, жоғары сыныпта тағы 3 жыл оқиды. Солтүстік Кореяда 6 күндік оқу аптасы белгіленген. Бірақ сенбі күні әдетте сабақтар аз болады. Сабақ сағат таңғы 8-де басталады. Бірақ кейде оқушыларды ауыл шаруашылығы жұмыстарына жібереді. Мұндай жағдайда сабақ кестесі өзгереді. Мысалы, 2017 жылы елдің солтүстігіндегі аудандарда болған қуаңшылық кесірінен жергілікті студенттер мен оқушылар таңғы сағат 5-тен 10-ға дейін егістікті суғаруға қатысты. Ал сағат 11-де сабаққа баруға тиіс болды. Оқу жылында 2 семестр бар. Сәуірдің 1-нен бастап шілденің 31-не дейін және қыркүйектің 1-нен бастап наурыздың аяғына дейін. Жалпы ұзақтығы 3 айға сәл жетпейтін жаздық, қыстық және көктемдік демалыстар бар. Бұдан бөлек, жыл ішінде жоғары сынып оқушылары оқу өндірістік практикадан өтуі, ал жазғы демалыс кезінде әскери бөлімдерде практикадан өтуі тиіс. Ата-аналарға балалардың мектеп формасын сатып алуға немесе тігуге тыйым салынған. Ел көшбасшысы барлық балаларға белгіленген үлгідегі мектеп формасын жыл сайын мемлекет беріп тұратынын мәлімдеді. Бірақ бұл уәде әрдайым орындала бермейді. Кейде киім бәріне жетпей қалып жатады. Ал оның сапасы көңілден шыға бермейді. Пхеньянда балалардың мектеп формасы болуын мұқият қадағалайды. Ал шетелдік туристердің аяғы жете бермейтін провинцияларда бұған аса көңіл бөлінбейді. Бұдан бөлек, Солтүстік Кореяның барлық оқушылары кеудесінің сол жағында көсемдердің суреті бар төсбелгі және балалар одағына мүше болған соң қызыл галстук тағып жүруі тиіс. Қазір Оңтүстік Кореяда тұрып жатқан Солтүстік Кореялық қашқын бір күні мектепке ақш деген ірі жазуы бар футболка киіп барғанын айтып берді. Ол киімді контрабандалық жолмен Қытайдан әкелген болуы керек және оны жергілікті жайма базарда сатқан. Баланың ата-анасы да, баланың өзі де бұл әріптердің нені білдіретінін еш хабары болмаған. Бұл қылығы үшін бала бүкіл оқушылар көзінше сөгіс алды. Ал ата-анасы кешірім сұрап хат жазуға мәжбүр болды. Балаларды ес білер білместен бастап ұжымшылдыққа және темірдей тәртіпке баулиды. Мектепте және балабақшада хормен айтылатын ант, бас иіп тағзым ету, сапта жүру сияқты көпшілік бірге істейтін ғұрыптар мен рәсімділіктері көп. Балалар тіпті мектепке барғанда және қайтқанда сап түзеп жүреді. Көп нәрсені, тақпақтарды, көсемдердің айтқан сөздерін, ережелерді, әртүрлі ұйымдарға мүше болып қабылдану үшін айтылатын анттарды жаттап алуы тиіс. Өз пікіріңді білдіру былай тұрсын,
Тіпті мұғалімдерге сұрақ қоюдың өзіне оң қабақ танытылмайды. Осы себепті Оңтүстік Кореяға қаша алған солтүстік кореялық қашқындардың балалары олардан бір нәрсені ойдан шығаруды, оқыған нәрсесі туралы ойын білдіруді сұраса, жауап беруге қиналып қалады. Тіпті үлгі бойынша сөйлем құрау секілді тапсырмалардың өзі оларды тығырыққа тіреп тастайды. Саяси насихат балабақшаға барған алғашқы күндер басталып кетеді. Балаларға көсемдерінің балалық шағы туралы айтып, оларды ұлттық батырлар ғана емес, сондай-ақ су бетінде жүре алатын, ағаш бүрінен граната жасайтын, бір тас атып ақ дұшпанының кемесін суға батырып жіберетін, немесе 9 жасында яхта жарысында бірінші келетін жартылай аңыз әпсаналық кейіпкерлер ретінде суреттейді. Балабақшаға және мектепке баратын балалар саяси астары анық көрініп тұратын сахналанған көріністерге қатысып, патриоттық және жауларын келемеждейтін өлеңдерді айтады. Ал милитаризмге олар жүргегінде жатқанда тәрбиеленеді. Америкалық сарбаздардың фигураларын ұрып-соғып жаттығуға пайдаланылады. Ал оқу орындарының қабырғаларында насихат плакаттары мен көсемдерінің нақыл сөздері ілулі тұрады. Саяси үгіт насихат сабақтары бастауыш сыныптарда аптасына 2 рет, орта сыныптарда 6 рет өткізіліп тұрады. Солтүстік Кореядан қашып кеткен әйелдің айтуынша, ол оқыған мектепте сенбі күндері оқушылар бірін-бірі көсемдердің өсиеттерін сақтамағанын әшкерелеп отыруы тиіс болған. Мысалы, әлдебіреу сабақтан кешігіп қалса, немесе тапсырманы біреуден көшіріп алса, әшкерелеу керек болған. Бірақ әдетте сыныптастар кім-кімнің жат қылығын әшкерелеп айғақтайтынын алдын ала келісіп алып, мұғалімнің көзінше даяр сахналық көріністі ойнап шығатын. Бірақ оқушыларды идеологиялық тұрғыда өңдеу осымен бітіп қалмайды. Мектепте барлық пәндер партия саясатына қарайлай отырып оқытылады. Насихат тіпті математикалық есептерге де кіріп кеткен. Үкіметтің қолайына жақпайтын тарихи айғақтар керегіне қарай өзгертіле береді. Мысалы, солтүстік кореялық мектептің кез келген түлегі соғысты солтүстік Корея емес, Оңтүстік Корея бастаған деп біледі. География сабақтарында капиталистік құрылыс үстемдік ететін елдердегі халықтың жағдайы қандай қиын екенін айтып, тіпті аштыққа шалдыққандардың суреттерінде көрсетеді. Өзекті ақпараты бар шетелдік оқулықтарды пайдалануға рұқсат жоқ. Өйткені олардан оқушылар керексіз ақпаратты біліп алуы мүмкін. Көптеген басқа елдердегідей солтүстік Кореяда оқушыларды экскурсияларға апарады. Бірақ тек осы елде ғана балаларды көпшілік алдында өтетін өлім жазаларын көруге мәжбүрлейді. Өлім жазасын көруге апару үшін мектепте тіпті сабақ болмай қалуы да мүмкін. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.